жазушы, философ, абаймен замандас әрі інісі. Еңлік кебек поэмасы бар. Көкте, жерде мәңгі сыр шертіп тұр. Ұлы даланың ұшы-қиыры жоқ кеңістігінен танылған ер жүрек батырларының бірі Кебек. Жаудан жасқанбайтын ақылды азамат болатын. Ел басына ауыр күн туып, шапқыншылықта көбейген. Жорыққа шығар алдында Кебек болашағын білмек болып көріпкелге барады. Абыз батырдың қазасы қыз кесірінен болатынын айтады. Ауыр ойдан айрылғысы келген Кебек аңға шығады. Бұрқасын боранға тап болып адасып кетеді. Бір ауылға келіп, сол жерде ақылы көркіне сай еңлікті көріп ғашық болады. Кебек батыл қыздың жүрегін жаулап алады. Сол күні Кебек еңліктің басқа адаммен атастырылғанын біледі. Ғашықтар арасындағы нәзік махаббат, зор сезім оларға керемет күш береді. Екеуі бірге қашып кетеді. Қос ғашық отау құрып ұлды болады. Қыздың қашып кеткенін білген ауыл жұрты ғашықтарды өлтірмек болады. Ашулы жұрт екеуін тауып алып, ат құйрығына байлап сүйреп өлтіреді. Еңлік өлер алдында екеуін бір жерге жерлеуін өтінеді. Халықтың надандығы қыршын кеткен екі жастың бөлуіне себеп болады. Орда тауында қалған бала жайлы ұмытып кетеді. Жауыздықтың құрбаны болған қос ғашықтың мұңын, өшпес махаббатын олардың сәбиі жалғайды. Олай болса, жас досым, Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек поэмасын оқуға кеңес беремін.